Барлықтарыңызға сәлем, қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз үйде айран ұйытатын боламыз. Ол үшін менімен бірге видеоның соңына шейін болыңыздар. Көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі, қою болып шығады. Айранымызды ұйытатын алдын қолдың сүтін алып, жақсылап пісіріп аламыз. Сүтіміз тез пісу үшін осылай ожаудың көмегімен сапырып тұрамыз. Тасытып, қайнатып жібермеңіздер. Міне біздің сүтіміз қайнады, көріп тұрғандарыңыздай таза пісіп шықты. Енді қайнаған сүтімізді өшіріп, қатты суытпай, жылы болғанша қойып қоямыз. Ендігі кезекте сүтімізді қатты суытпай, қатты ыстық қылмай, орташа температурада, қолымызды салған кезде күймейтіндей температурада болу керек. Сол кезде алып 2 ас қасық айранымызды құйып, жақсылап араластырып, бетін жауып, сыртынан жылы одеялмен немесе матамен орап қоямыз. Және айранымызды 5-6 сағат оралып тұрғаннан кейін алып, холодильникке тағы да 2-3 сағатқа қойып қоямыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай қою, өте әдемі, дәмді болып шығады. Өздеріңіз қолдан ұйытып көріңіздер. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, менің каналымның дамуына өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер.